егерде ер адам әйелін мақтап, оның жүріс-тұрысы өте әдемі, әсем деп, оның киіміне шейін мақтап отырса, оның жаңа істейм деген барлық тіршіліктеріне қамқорлық көрсетіп, әйелдің шамасы келмей жатқан жерге көмектесіп жіберсе, енді бұл жерде жан тұрған кәдімгі нағыз құрметтілік, бір-біріне деген татулық, бір-біріне деген нағыз махаббатыңыз осы жерде жатқан жоқ па? Мінекей қараңызшы. Сондықтан мен айтар едім, мынау қанша тірлікті істеп атқан әйел баласы, оның мойнына ілінген жүк жеңіл емес ол. Сондықтан бұл нәзік жан ғой. Нәзік жандар мынау ер адамның қолдауын, оның жылы сөзін күтетіні ол бесенеден белгілі. Жылы сөзіменен ер адам әйелді қалай да оны өзіне қаратып алады, және мынау оған күш қуат береді ғой. Енді тағы да бұл жерде сыйлық мәселесін қараңызшы. Бір адам айтқан екен, көп адам ортасында отырғанда,